2023 жылдың мамыр айында үздік еңбек әулеттері мен өндіріс жұмыскерлерін айқындауға мүмкіндік беретін республикалық еңбек жолы конкурсы басталған болатын. Конкурс ережесінің талаптарына сәйкес Шымкент қаласы бойынша өңірлік деңгейде іріктеу жұмыстары жүргізіліп, еңбек жолы конкурсына жалпы 38 үміткер қатысуға ниет білдірген. Қазіргі уақытта аталған конкурс қорытындыланып, жеңімпаздар анықталып отыр. Алдағы 21 қыркүйек күні еңбек жолы конкурсының өңірлік кезеңінің жеңімпаздарын, еңбек ардагерлерін, өндіріс озаттарын және өзге де бағыт бойынша марапаттау рәсімдері өтеді деп күтілуде. Мемлекет басшысының 2022 жылы 1 қыркүйектегі әділетті мемлекет біртұтас ұлт берекелі қоғам атты Қазақстан халқына жолдауында кәсібилік пен еңбекқорлық қоғамымыздағы ең жоғары орында тұруы қажет. Тағы да қайталап айтамын, елімізде еңбекқор адам, кәсіби маман ең сыйлы адам болуға тиіс. Осындай азаматтар мемлекетімізді дамытады. Мен ұлттық құрылтайда және жастар рухының съезінде бұған арнайы тоқталдым. Біз қарапайым еңбек адамына құрмет көрсетуіміз керек. Қандай кәсіппен айналыссаң да оны сапалы атқару маңызды екендігін алға тартқан болатын жолдауда. Осыған орай аталған басымдықты іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының үкіметі 2022 жылғы 14 желтоқсанда 1004 қаулысымен қоғамда еңбек құндылығы идеологиясын ілгерілетудің 23-25 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіткен болатын. Ол қазіргі таңда қоғамымыздың барлық саласында жүзеге асырылып келеді. Мынау өздеріңізге белгілі Қазақстан Республикасының үкіметінің 2017 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесін бекіту туралы 689 қаулысымен бізде мерекелер тізімі бекітілген болатын. Сол мерекелер тізіміне сәйкес еңбек күні өздеріңізге белгілі қыркүйек айының ең соңғы жексенбісі еңбек күні болып бекітілген болатын. Осыған орай Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Дүйсеновамен 28 тамызда осы жылдың еңбек күнін мерекелеудің кешенді жоспары әзірленген болатын. Соған сәйкес бүгінгі брифингте біз Шымкент қаласында еңбек күнін атап өту бойынша бірқатар іс-шаралардың өткізу жоспарланғандығын атап өтетін боламыз. 15 қыркүйектен бастап азаматтардың барлық санаттарына, оның ішінде мүгедектігі бар адамдарға, жұмыссыз жастарға және тағы басқа жұмысқа орналасуға жәрдемдесу бойынша бос орындар жәрмеңкелері өтетін болады. Сонымен қатар ашық есік күндерде өтетін болады. 16-17 қыркүйек күндері Пушкин кітапханасында еңбек галереясы фотокөрмесі ұйымдастырылатын болады. 20 қыркүйектен бастап кинотеатрлар мен кинозалдарда еңбек адамдары туралы көркем және деректі фильмдерді көрсету жоспарлануда. Тағы да 20 қыркүйектен бастап менің жетістігім, менің нәтижем ұранымен еңбек күніне арналған спорттық іс-шаралар өтетін болады. Сонымен қатар 20 қыркүйекке дейін еңбек ері хэштегі бойынша еңбек адамдар туралы ең үлгілі әңгімелер бойынша онлайн байқау қорытындыланатын болады. Енді тоқталатын болсақ, бұл жерде мынау соңынан еңбек ері хэштегі, бұл әлеуметтік желілерде осы хэштегпен мынау қызықты еңбек жолы бар азаматтар осыған қатысып өздерінің оқиғаларын қалдырып, сол оқиғаларды зерделеніп, соңынан ол ішінен жеңімпаздар анықталатын болады. Спорттық шараларда бұл жерде негізінен ол біздің спорттық мекемелеріміз ұйымдастырады. Сонымен қатар осы жерде, осы спорттық шараларда жұмыс берушілер өздерінің ұжымдарында өзінің өндірістерінің мамандануына бойынша өздерінің спорттық шараларын өткізсе де болады. Кинотеатрлар мен кинозалдардағы еңбек адамдары туралы көркем және деректі фильмдер көрсету, ол бізде Мәдениет және спорт министрлігі тарапынан және Қоғамдық даму министрлігі тарапынан қазіргі таңда іріктелуде. Бұл фильмдердің тізбесі бізге жолданғаннан кейін ары қарап осы 20 қыркүйектен бастап ұйымдастырылатын болады. Біз өткен брифингтерде еңбек жолы конкурсының өтетіндігін хабарлаған болатынбыз. Конкурс ережелерінің талаптарына сәйкес
біздегі қалада орналасқан барлық мекемелер, мемлекеттік, жеке компаниялар болсын, осы еңбек жолы конкурсына қатысуға мүмкіндіктері болды. Биылғы еңбек жолы конкурсына жалпы 38 өтініш түсті. Бұл еңбек жолы конкурсы бізде 3 номинациядан тұрады. Бұл үздік тәлімгер, үздік еңбек әулеті номинациясында және жұмыс істейтін өңірдің үздік жастары, өндірістің үздік жас қызметкері атты осы 3 номинация болатын. Осы жерде әрқайсысы бойынша номинацияларға қатысып, жалпы 38 өтініш түсіп, қазіргі таңда олардың жеңімпаздары анықталды. Оның біз тізбесін республикалық деңгейге қазір жібердік. Қорытындылау үшін біз 21 қыркүйекте еңбек жолы конкурсының өңірлік кезеңі жеңімпаздарын, еңбек ардагерлерін, жаңа жоғарыда айтқан конкурстардың жеңімпаздарын арнайы жинап, мерекелік іс-шарада құттықтап наградтайтын боламыз. Енді осы жерде осы мүмкіндік пайдаланып отырып, мен қала тұрғындары мен қонақтарын осы еңбек күніне арналған іс-шараларға қатысуға, белсенді қатысуға шақырамын. Және де жұмыс берушілер мен жұмыскерлер бізде үлкен аудитория білесіздер. Сондықтан осы жұмыс берушілерді өзінің ұжымдарында еңбек күні мерекелерін өздері атап өтулерін шақырамыз. Біз тарапымыздан, әкімдік тарапынан көмектер керек болатын болса, біз осы еңбек күні аясында бұл жерде сүйемелдеу көмектерін көрсететін боламыз. Шымкент қаласы бойынша 15 қыркүйектен бастап азаматтардың барлық санаттарына, оның ішінде мүгедектігі бар адамдарға, жұмыссыз жастарға және тағы басқа жұмысқа орналасуға жәрдемдесу бойынша бос орындар жәрмеңкелері, ашық есік күндері өтеді. Бұдан бөлекте іс-шаралар бар. Елімізде еңбекқор адам, кәсіби маман ең сыйлы адам болуға тиіс. Осындай азаматтар мемлекетімізді дамытады. Ел президенті Қазақстан халқына жолдауында кәсібилік пен еңбекқорлық қоғамымызда ең жоғары орында тұруы қажет екенін алға тартты. Осы аталған басымдықты іске асыру мақсатында үкімет қоғамда еңбек құндылығы идеологиясын ілгерілетудің 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекітіп, қоғамымыздың барлық салаларында тиісті іс-шаралар атқарылып жатыр. Осы еңбек адамына байланысты үздік бір өздерінің шығармалары бар, кез келген азаматтар қатыса алады. Енді ол жерде ол конкурс болғандықтан әрине ол жерге жаңағы кез келген адамның фотосуреттері өтпейтін шығар, өйткені ол конкурста бізде қалада үлкен нәтижеге жеткен бізде сурет түсіруші азаматтар бар, осы саланың майталмандары. Сондықтан ол жерде мынандай адамдар қатысады, мындай қатысады деген жоқ, жалпы ашық болады. Сол 2 күн сол жерде өтетін болады. Жақсы, рахмет. Ал кино театрлардағы еңбек адамдар туралы көркем және деректі фильмдерді көрсету кестесін қайдан алуға болады? Билет бағасы қалай болады? Жалпы бұл еңбек күні республика деңгейінде өтетін болады. Сондықтан бұл жерде орталық атқарушы органдар бізге анықтап береді. Қандай деректі фильмдер болмаса, фильмдер еңбек адамы бойынша. Сондықтан бұл жерден біз нақты мерзімін бұл жерде көрсеткен жоқпыз. Олардан бізге кино мен деректі фильмдердің тізімі түскеннен кейін осы жергілікті кинотеатрлармен жұмыс жүргізіп, соны арап көрсететін боламыз. Жақсы. Сонымен қатар тағы бір сұрақ қойып өтсем, еңбек күніне арналған спорттық іс-шараларды барлық ұжымдарда өткізіледі ме? Қалай болады? Сол жағын толығырақ айтсаңыз. Жалпы барлық ұжымда өткізуге ешқандай кедергі жоқ, бірақ енді спорттық шараны өткізу бұл көп болмаса да қаржы талап етеді, енді әр жұмыс берушіге. Сондықтан ол өзінің құқы, өзінің бюджеттік, өзінің қаржылық мүмкіндіктеріне байланысты кез келген ұжым осы еңбек күнінің маңыздылығын түсініп өткізе беруге ешқандай кедергі жоқ. Жаңа да айтып өттім, біз осы қалаға бекітілген жергілікті атқарушы органдар бойынша бізден мысалы қандай да бір көмектер керек болатын болса, мысалы дәл осы шара бойынша мысалы спорт басқармасы сүйемелдеу көмектерін көрсететін болады. Жалпы мысалы барлық
жұмыс берушілер міндетті түрде өткізсін дейтін бізде мәселе жоқ. Енді осыны жаңағыда қайталап айтамыз. Маңыздылығын ескеріп өткізем дейтін компаниялар өткізе берсе болады.